Сонымен құрметті көрермендер, біздің айтқан таңғы кеңестеріміз кәделеріңізге жарады ғой деген сенімдеміз. Ал біздер қазір студиямыздың қонағы десек болады, сарапшысы Шаштараз Ерлан Айнабековтың кеңестеріне құлақ түрейік. Қош келдіңіз. Ерлан, биылғы жылы қандай шаш үлгісі сәнде? Биылғы жылы шаш үлгілері жыл сайын өзгеріп тұрады. Яғни қазіргі заман талабына сай, бірақ қазір таңда еуропалық шаш үлгілер жеңіл ғана жинап, немесе жеңіл ғана жасай салу қазір сәнде. Ал арнайы бұлай аса күрделі жұмыс, ол сәннен шығып бара жатыр. Сонымен бүгін біз қандай шаш үлгісін тамашалаймыз? Мен сіз қазіргі таңда барша әйел қыздарымыздың проблемасы таңертең жұмысқа барар сәтте шаш үлгілерін жинау немесе шашпен макияжды үлкен проблема. Сол себептен шаш жинаудың бір жеңіл түрін көрсетейін. Олай болса, біз көруге дайынбыз тамашалауға. Мен асыға күтіп тұрмын. Ерлан, мына жерде байқасам, сіз резинканы екі жағынан мынандай невидимкамен қыстырып қойған екенсіз. Бұл сіздің бір құралдарыңыздың бірі ма, ол қалай? Жоқ, бұл яғни қарапайым невидимка және ол резинка. Оны яғни өзіміз әйел қыздар өздерін былай жинап жатады, ол қолайсыз болғандықтан ұзын шаштарға ол өте ыңғайлы. Қазір мен жұмыс барысында көрсетемін сізге ыңғайлылығын. Көзіңізде көресіздер. Әуелі аламыз. Яғни шашты ортасынан емес, бір жағынан бөлеміз. Көріп тұрғандайыңызда жай ғана қатты тартпай. Мен сіздің қасыңызға қарай өтейін, маған өте алыс болып бара жатыр. Көргендеріңіздей. Иә, міне. Невидимканы яғни бір рет айналдырамыз. И асты жағынан көрінбейді. Міне осылай оңай тәсілмен оңай ғана шашты жинап алуға болады екен. Жақсы. Келесі. Мен де енді шашымды солай жинайтын боламын. Яғни ол шаш көлеміне қарай начес саламыз. Егер жұқа шаш болса көбірек, бұнда көріп тұрғандағындай қалың шаш болса, жай ғана жеңіл начес саламыз. Көріп тұрғандағындай жеңіл начес салып, келесі мен дайындап қойдым алдын ала көргендеріңіздей. Бұл резинкемен жаңағы сеткамыз. Паутинник деп айтылады. Яғни оны көріп тұрғандай тәрізде салып, бүкіл шашты паутинниктің ішіне салып жібереміз. Яғни бұл шашқа арналған торды кез келген дүкеннен табуға болады, е? Жоқ, бұны кез келген дүкеннен табуға болмайды. Бұны арнайы шашқа арналған құрылғылар сататын дүкендерде ғана сатылады. Сол себептен, бірақ қалада көп табуға болады іздесең. Яғни қолжетімді. Қолжетімді. Келесі айналым шашты көріп тұрғандарыңыздай тор кигізгеннен соң шаш қалай бұрсаңыз солай ғана бұрыла береді. Яғни сіз қазір түйіп жатырсыз, шашты? Шаш жеңіл ғана түйетін. Оны тәрізде шашты жинаймыз. Содан соң түрлі фигураға келтіруге болады. Яғни шашты жақсылап бекітеміз. Немесе ол ары қарай өзіңіздің фантазияңыз, қалай түрмектейсіз, өзіңіздің пішіні, өзінің фантазияңа қарап, немесе өзіңе ыңғайлы жағдайда шашты жинай беруге болады. Батыр, міне көрдің бе, бүгінгі жасалып жатқан шаш үлгісінде ең басты рөлді меніңше атқарып тұрған бұл шашқа арналған тор. Яғни шаштың бәрін сол торға сала салып, бірден өзіңе қалаған пішінге келтіре саласың. Меніңше басты рөлді атқарып жатқан бұл шаш. Өйткені мен шашым жоқ болмаса мен олай түйе алмаймын. Бұл шаш үлгісі маған келмейді екен. Өкінішке орай. Келіп жаса қарай ретін деп пе? Өте әдемі, жеңіл. Жеңіл ғана. Ең бастысы оңай. Әрбір қыз келіншектердің қолынан келеді деп ойлаймын. Көріп тұрғандағыныздай жай ғана жинадым. Көріп тұрғандағыныздай шаш үлгіміз дайын болды. Бір 5 минут, 10 минут көлемінде мынандай шаш үлгілерін жасап қолға болады. Жақсы, Ерлан, сізге үлкен рахмет осындай кеңесіңізбен бөліскеніңізге. Ал құрметті көрермендер, біз бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. Қазақстанда бір шаңырақ астында өмір сүріп жүрген түрлі ұлттар мен ұлыстардың бірлігі, ынтымағы басқа мемлекеттерге